Сәлем қыздар, бүгін сіздерге осындай видеоны қалай жасайды сол туралы айтатын боламын. Стористе осылай қолдансаңыз әдемі көрінеді. Ол үшін біз CapCut'қа барамыз және де новый проект деп басамыз дағы өзімізге қажетті фото дегенді басып суретті таңдап аламыз. Сөйтіп добавить етеміз. Енді бізге бұны көбейту үшін астындағы инструменттерді жылжытып копировать дегенді басып көбейтіп аламыз. Кем дегенде бір 4 рет копировать етсеңіздер жетуі мүмкін. Енді жаңағындай видеоны салу үшін наложение дегенді басасыздар, добавить наложение дейсіздер дағыны. Видео бөліміне барып, өзіңізге қажетті, өзіңізге ұнаған кез келген видеоны таңдап қойсаңыздар болады. Мен қазір таңдап алайын біреуін. Осы бір түрін таңдайын, добавить етемін. Енді осыны жаңағындай шашаның ішіне орналастыру үшін төмендегі инструменттерін жылжытып маска деген бөлімін тауып аламын. Міне маска. Енді осыны круг дегенін таңдасақ, бізге осылай шеңбер жасап береді. Енді осыны мына шашаның ішіне орналастыруымыз қажет. Шашаларыңыздың кішкене үлкен болған әдемі көрінетін сияқты. Мен тым кішкентай түрін таңдап қойған сияқтымын. Осылай жақсылап әдемілеп шашаның ішіне орналастырамыз. Дәл шашаның ішінде тұрғандай етіп орналастыру қажет. Мінеке қыздар, мен орналастырдым. Енді ортасындағы плейді бассаңыздар, осылай шашаның ішінде видео ойнап тұрады. Визуал күшті болған сияқты. Енді мынаны қараңыздар. Бізде мына жерде суретіміз көп болды да, ал видеомыз кішірейіп қалды. Егер де осы қысқа видео жетеді десеңіздер, мына жерден басып, суреттің үстіне басасыздар дағыны, разделить дегенді бассаңыздар, суретті сізге былай бөліп береді. И осының үстінен басып, удалить дегенді басып, удалить етесіздер. Мына жерде де тура сондай. Үстінен басасыз суреттің, удалить дейсіз, сізге өшіріп береді. Міне қыздар, осындай әдемі, визуальный, күшті видео шықты деп ойлаймын. Как раз менің фоныма сәйкес келді мына видео. Бірақ мен оны таңдаған жоқпын. Енді осы жерге доброе утро деп жазу жазсақ болады. Ол үшін стикерға барамыз. Стикерға барып, мына плюсикті басып, галереяға барасыздар дағыны. Альбомынаға кіремін мен. Жазылған дайын готовый стикерлерім бар. Соларды қоямын. Мысалға мына бір доброе утро дегенді қойсам болады. Галочканы басам дағыны, кішірейтіп осы жерге қояйын. Міне, қойдым. И мынаның үстіне басып тұрып жылжытамын. Енді мен сіздерге бір құпия айтайын. Осы доброе утро деген сары болып тұрған мәтін, сол доброе утро деген сөз. И осыған бір эффект берусе болады. Анимацияға барамыз. Анимацияда осындай күшті нелер бар, анимациялар бар. Осының ішінен біреуін таңдап алсаңыздар болады. Мен осы бір түрін таңдаймын, немесе мына түрін таңдасаңыз болады. Мына түрі, мына бар, мынандай бар. И осыны медленно етіп осылай жасап қойса болады екен. Көрдіңіздер ме? Мынандай бар екен. Тоже медленно қойсаңыздар әдемі көрінеді. Мынандай түрі бар, домалақ болып, шеңбер болып айналады. Осылай қыздар, өздеріңізге еріктеріңізде қандай қылып таңдасаңыздар да, өздеріңіздің фантазияларыңызға қолдансаңыздар болады. Өтірімді видео. Осылай стрелканы басып, сохранить етіп аламыз. Готово дегенді басасыздар дағыны, болды, сіздің галереяңызға сақталынады.